Лангардтың основной өзінің қосатын несесі именно лимфаны тазалайды ғой. Лимфатическая система туралы екі ауыз айтып кетуім керек болады. Потому что аурудың барлығы ішектен басталады. Инсульт, инфаркт, цирроз, ең күрделі системная красная волчанка, бүкіл аутоиммунный болезнь барлығы ішектен басталады. Біз күнде тамақ жейміз, біз жеген тамақ аяғына дейін қорытпайды. Оңай қорытатын элементтер өтіп кетеді да, күрделі белоктар, жирлар қорытпайды да, ол ішекке өтіп кетеді, асқазаннан ішекке өтіп кетеді да, бағана етті бүйтіп батарейканың үстіне қойдық па, сол ашып, көгеріп, сасып жатқан процесс біздің ішекте болып жатады. Сол процесс тоқтатуымыз керек біз. Біз солардың барлығын тазартып шығаруымыз керек. Ішекте қорытпай қалған бағана тамақ ашып, іріп, уға айнала бастайды. Ішектің арнасына сыймай кеткен уыл заттар, продукты распада, продукты гниения, солар ішектің сыртына шығып кетеді. Ішек өзін құтқару үшін ішектің сыртына шығарып тастайды. Бұл состояние дырявый кишечник деген состояние болады медицинада. Сыртына шығарып жібереді. Кишечниктің сыртынан венозная система жүреді. Венозная система сол сыртқа шыққан мусордың барлығын өзіне алып, жоғарыға апарып, өткізетін жерлерге өткізіп, қанды жаңартатын система есептеледі. Венозная система бұл продукты распада көп болғаннан кейін өзіне арнасына сыймай кетеді, ол өзінің сыртына шығарып жібереді. Оның сыртында лимфатическая система жүреді. Лимфатическая система в виде сетки, но вена болса сыртында сетка сияқты жүреді. Лимфатическая система канализационный система организма. Бүкіл денедегі мусордың барлығын жинап алып келіп, венозный угылдардан, грудинный областьтан кіргізіп, қараталаққа әкеліп, сол жерде бүкіл мусорны сортировка қылып жағатын завод. Лимфаның основной функциясы сол, денедегі ластардың барлығын жинап апарып, қараталаққа өткізу. Лимфатическая система бүкіл денені қаптаған. Паховый лимфа тығылған кезде аяқтан қайтатын мусор аяққа шыға бастайды. В первую очередь подколенный ямкаға, паховую область, лобковую часть, реберная часть организма, сол жерде лимфоузылдар көп болады. Сол жерлерге келіп жинала бастайды. Қай жерге сол мусор шығып жатқан болса, сол жерде ауру басталады. Аяққа шыққан мусор артрит, артроз, коленного сустава шақырады. В область внутренних органов шығып жатқан болса, белге береді. Белге беріп жатқан болса, значит, осы жерде киста, миома, по женской части аурулар, по мужской части простатит, в общем, бүкіл қай мүшеге өзінің уын шығарып жатқан болса, сол мүше мусордан қиналып, воспалительный процесс сол жерде басталады. Белге шығатын болса, сол жерде грыжа, киста, остеохондроз басталады. Блуждающий нерв бойынша по восходящий шығатын болса, лимфосистема, жүрекке шығарып жатқан болса, значит, ол инфаркт береді. Миға дейін, басқа дейін бар, басқа шығарып жатса сол ластарды, бас инсульт береді. Даже тістің ауруы да осы жерден басталады. Тіс, құлақ, мұрын, болезнь уха, горла, носа, барлығы ішектен басталады. Пока ішекті тазартпай, біз бір жерде емдейміз деп ойламаңыздар. Бірінші қылатын жұмысымыз Калангард. Осыны ішеміз, ішектерді тазартамыз, ұйқы безі, бауыр, солардың функцияларын жақсартамыз. Содан кейін саламатсыздар. Қош келдіңіздер. Енді лимфатическая системаны тазартып барып, қалған системалар соған қосуымыз керек та. Висцеральная часть — это часть внутренних органов. Әрбір мүшенің өзінің қосатын несесі болады денсаулыққа. Сол факторлар жиналып келіп, ол мимен байлануы керек. Ішкі мүшелер мидың рұқсатсыз жұмыс істейтін органдар есептеледі. Бірақ сондай состояние келеді, ол мидың рұқсатсыз жұмыс істемей қалады. Невозможно будет, в общем, управлять себя, потому что
критический состояние жеткен кезде мидан көмек сұрайды. Ол көмекті беретін Sunrise. Sunrise – это клеточное питание на уровне мозга. Құрамында омолаживающий комплекстар бар. Бұл ертегілерде айтылатын омолаживающий процесстер қазір осының ішінде бар. Потому что процесс омоложения идет на өлейін деп жатқан клеткаларды ажыратып алып тастап, астынан жаңа клеткалар өсіп шығу үшін қажетті болған элементті берсеңіз өседі. Бұнда стволовые клетки деген болады. Стволовые клетки бұл алмадан, сосын виноградный косточкадан алынған стволовые клеткалар болады. Мына өзек болса, өзектің ішінде ең ортасында осы любой система, өсіретін системаның өзегінде стволовый клеткасы болады. Сол клетканы адамға берсеңіз, әрбір мүше өзіне өстіктеп алатын свойствосы бар. И адамдың жасын ұзартатын свойствосы осы Sunrise'да бар. Потому что определенный нуклеотидтар, белковый цепочкалар, солардың мономерлері ұзындығы адамдың қанша өмір сүруін анықтап беретін показательдер болады. Как раз мынау соны адамның жасын ұзарту үшін қажетті болған элементтер жиынтығы есептеледі. Одан бөлек құрамында зеаксантин, лютеин, көруін жақсартатын, көру мүшесі үшін қажетті болған питательный элементтер. И басқа көп мидың қан айналымын жақсарту үшін, миды дамыту үшін, соның жұмысын жақсарту үшін қажетті болған элементтер, макро, микроэлементтер осы Sunrise'дың ішінде болады. Sunset осы золотой треугольниктің ішінде керемет өнімдің біреуі Sunset. Адамдың ұйқысының орнын басатын дәрі дүниеде жоқ. Полноценный сон физиологический. Адам ұйықтап жатқан кезде болатын процесстер болады. Арқа миы сұйықтығы определенный фильтрлардан өтеді, тазаланады. Любой сұйықтықты фильтрдан өтіп тазалатсаңыз, сол система жақсы жұмыс істейді. Во-первых, көлемі, во-вторых, сапасы күшейеді. Арқа миы сұйықтығының көлемі мен сапасы күшейетін болса, адамның өмірінің сапасы күшейеді. Sunset адамды тыныштандыратын, нервный системаны тыныштандырып, тынығып, дем алатын шөптер жиынтығынан құралған. Нервный системаны бір күн хотя бы жақсылап дем алдырсаңыз, ол кейін сізге өмір бақи ризалығын білдіреді. Осы үшеуі совокупности бүкіл денедегі болып жатқан процестің барлығына регуляция жасап, общий оздоравливающий эффекті сол кезде болады, бір-бірге қосылған кезде. Усиливающий, біреуі екіншісіні, үшіншісіні бір-біріні күшейтіп барып, адамды сауықтыратын система есептеледі бұл. Қалған продуктлар туралы көптенге жазылған, оның әрқайсысына тоқтап отырмаймыз. Біз қазір лимфосистема туралы и вообще ауру неден басталады, и қалай ол аурудан құтыламыз. Адамды емдейтін үш деңгей болады. Біріншісі әрекет, қимыл, су и дыхание. Осы үшеуін қоссаңыз, дүниедегі ең қымбат дәрілерден күштілеу әсер аласыз.